Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен химиялық тепе-теңдіктің ығысуы туралы қарастыратын боламыз. Бұл тепе-теңдіктің ығысуында маңызды ереже Ле-Шателе-Браун принципімен танысамыз. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы деген не, және оған қандай факторлар әсер етеді деген сұрақтар төңірегінде бүгінгі сабағымызды өткізетін боламыз. Енді әдеттегідей біз бірінші сабағымызда теориялық бөлімді айтамыз, одан кейін бір қанша жаттығулар орындаймыз, және видеоның ең соңында сіздерге арналған, өз білімдеріңізді тексеруге арналған бір қанша тапсырмалар беріледі. Енді бүгінгі сабағымызда ең көп қолданылатын терминдер ол гомогенді гетерогенді реакциялар, экзотермиялық эндотермиялық реакциялар және әрекеттесуші массалар заңы. Әрекеттесуші массалар заңын біз өткен сабағымызда айтқанбыз, яғни химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші заттардың концентрациясына тәуелді деген, тура пропорционалды деген. Онда біз бүгінгі сабақты бастамас бұрын өткен сабағымыздағы химиялық тепе-теңдік деген не екенін кішкене еске түсіріп алайық. Бірінші химиялық тепе-теңдік ол тура және кері реакцияның жылдамдықтарының теңесуін айтатын едік. Химиялық тепе-теңдік. Яғни тура және кері реакцияның жылдамдығының теңесуінен орнаған динамикалық тепе-теңдікті біз химиялық тепе-теңдік деп айтқанбыз. Ал химиялық тепе-теңдік кезінде көріп отырғанымыздай реакцияның жылдамдықтары теңеседі, бірақ олардың концентрациялары теңеседі деген сөз емес. Бізде өткен сабақта концентрация тепе-теңдік реакцияларында концентрация 3 түрлі болады дедік. Яғни ол С0 бастапқы концентрация, одан кейін өзгерген концентрация, яғни дельтасы өзгерген дегенде бұл реагенттер үшін жұмсалған концентрация, өнімдер үшін түзілген концентрация. Және соңғысы тепе-теңдік концентрациясы. Оны біз тік жақшамен белгілейтін едік. Осылай. 3 түрлі концентрация болған. Реагенттер үшін біз тепе-теңдік концентрациясын табу үшін бастапқы концентрациядан өзгерген концентрацияны азайтатын едік. Ал өнімдер үшін біз тепе-теңдік концентрациясын табу үшін бастапқы концентрацияға өзгерген концентрация, яғни түзілген концентрацияны қосып беретін едік. Бұл өткен сабағымыздағы негізгі формулаларымыз болған. 3 концентрация. Енді бүгінгі сабаққа оралсақ, енді бүгінгі сабағымыздың негізгі бөліміне келсек, онда бірінші қарастыратын сұрағымыз Ле-Шателе-Браун принципі қалай тұжырымдалады. Оған дейін біз осы теорияның немесе осы принциптің шығу тарихын қысқаша қарастырайық. 1884 жылы жаңағы француз ғалымы Ле-Шателе тепе-теңдіктің ығысуы теориясын тұжырымдаған. Енді өздеріңіз білесіздер, ол 19 ғасырдың соңында қазіргідей коммуникация керемет дамымаған кез. Сонда ғалымдар әрқайсысы өз елінде жеке тәжірибелерін жасайды, эксперименттерін жасайды, теорияларын ұсынады, бірақ таралуы бір қанша жылдарды алуы мүмкін. Мысалы, соның мысалы ретінде 1887 жылы, яғни Ле-Шателе принципті ашқаннан кейін 3 жылдан кейін басқа неміс ғалымы Браун дәл осындай тұжырымдама айтқан. Бірақ екі ғалым бір-біріне тәуелсіз, яғни бір-біріне ешқандай көшірген емес, әрқайсы өзі эксперименталды түрде оны анықтаған. Сондықтан да бүгінгі күні бұл принцип Ле-Шателе-Браун принципі деп аталады. Енді Ле-Шателе өзі физик, химик болған. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қазіргі таңда мысалы ғалымның қаншалық деңгейде мықты екендігін бір индикатор ретінде Нобель сыйлығын айтады. Яғни 1900 жылдардың басында Нобель сыйлығы жаңадан тағайындала бастаған кезі. Сонда осы Ле-Шателенің кішкене жолы болмаған ғалым деп те айтуға болады. Өйткені 1901 жыл осы сол кездегі ең басты тақырып болған аммиак синтез туралы ең біріншілердің бірі болып, жаңа аммиак синтезінің жүру жағдайларын айтқан. Бірақ сол жұмысын соңына дейін жеткізбеген. Кейін мысалы өздеріңіз білетіндей Фриц Габер деген неміс ғалымы сол теорияны соңына дейін жеткізіп, оны өндірістік масштабқа дейін енгізіп, 1918 жылы Нобель сыйлығын алған мысалы аммиак синтезінен. Жаңағы химиялық тепе-теңдіктің ығысуының негізгі ережесі болып кеткен қазіргі Ле-Шателе-Браун принципін
екінші бір ашушысы болған Браун да 1909 жылы физикадан Нобель сыйлығын алған. Яғни бұл ғалымдар өте мықты, сол замандағы жоғары деңгейлі ғалымдар болған. Яғни сол ғалымдардың еңбегін, жаңа Нобель сыйлық лауреаттарының еңбегін өмір бойы зерттеген біз бүгінгі бір сабағымызда қарастыратын боламыз. Сонымен, енді нақты принципке келсек, енді қысқаша тарихын білдік. Тұжырымдама сөздеріңіз көріп отқандай, химиялық тепе-теңдіктегі реакцияның жүру жағдайларын дейді, температура, қысым, концентрация өзгертетін болса, тепе-теңдік сол сыртқы әсерді әлсірететін бағытқа қарай ығысады дейді. Бұл жерде негізгі ұғым, жаңағы сырттан қандай да бір тепе-теңдіктегі жүйеге әсер келсе, сол әсерді әлсірететін бағытқа қарай тепе-теңдік ығысады деп отыр. Бұны қазір біз тапсырмалар орындау барысында нақты мысалдармен түсіндіретін боламыз. Ал енді химиялық тепе-теңдіктің ығысуы деген не деп тұр? Біз білеміз, химиялық тепе-теңдік ол жылдамдықтың теңесуі, ал жылдамдықтың теңесуінің негізгі себебі ол концентрациялардың өзгеріссіз қалу, яғни тепе-теңдік концентрациясы деген ұғым пайда болған. Бұл деп отырғанымыз, мысалы, осы жерде мынандай бір ұғымды шатастырмау керек. Ол концентрацияның өзгеріссіз қалу деген сөз, ол концентрациялардың теңесуі деген сөз емес. Мысалы, бастапқы А плюс Б тең С деген реакция бар десек, мысалы, А затының бастапқы концентрациясы мысалы 1 моль литр болсын, 1 молярлы, мына 2 молярлы. Демек, мына С затының бастапқысы 0 деп алсақ, онда белгілі бір уақыттан кейін А затына мысалы 0,3 молярлы жұмсалды десек, онда Б затынан да 0,3 жұмсалады, С затынан 0,3 түзіледі. Онда бізде тепе-теңдік кезінде қалатыны мынау С0, мына дельтасы, мынау тепе-теңдік кезінде мына А затынан 0,7 қалады, Б затынан мысалы 1,7 қалады, а С затынан 0,3 түзіледі. Бұл олардың тепе-теңдік концентрациясы. Өзіміз көріп отқандай, бұл жерде ешқандай концентрация тең емес бір-біріне. Бірақ реакция енді үздіксіз жүре береді, тоқтамайды. Өйткені бізде өткен сабақта айтқанбыз, химиялық тепе-теңдік ол динамикалық тепе-теңдік деп. Бірақ қанша уақыт өтсе де осы концентрациялар енді тұрақты константа болып сақталады. Бұны біз өткен сабағымызда айтқанбыз. Енді мынау тепе-теңдіктің ығысуы дейді. Тепе-теңдіктің бұзылуынан болған концентрацияның өзгеру процесі дейді. Яғни біз сырттан мынаған қандай да бір әсер етсек, жаңа температура, қысым немесе концентрацияны өзгерту арқылы мынау реакцияға әсер етсек, онда мына тепе-теңдік концентрацияларымыз енді бұзылады деген сөз. Өйткені ол әсер мына жүйеге әсер етеді, мына тепе-теңдігімізді бұзады. Содан екінші бір жағдайда ол келесі тепе-теңдік орнайды, мысалы, келесі x, y, z дейік, мысалы. Келесі бір тепе-теңдік орнайды. Сонда бізде жаңа тепе-теңдіктің ығысуы деп осыны айтады екенбіз. Тепе-теңдік концентрациясының бұзылуы немесе өзгеру процесі. Енді біз тепе-теңдікке әсер ететін факторларды қарастырайық. Тепе-теңдікке әсер ететін факторлар әдетте үшеу. Ол температура, қысым және концентрация. Онда бірінші температурадан бастайық. Ол жаңағы реакцияның біз жылу эффектісіне қараймыз. Мысалы, мынадай реакцияны жазайық. Жаңағы азот пен сутектің реакциясын жазсақ. Аммиак шығады. Бұл реакциямыз экзотермиялық. Енді осы жерде, яғни біз тепе-теңдіктің әсерін қарастырған кезде біз тек қана мынау жылудың мөлшеріне ғана қараймыз. Реакциядан кейін жылу бөлініп жатыр ма, жылу сіңіріліп жатыр ма дегенге қараймыз. Яғни біздің жағдайымызда ол жылу бөлінді. Ал температураның артуы, не көріп отқанымыздай, температура артуы, енді осы әсерді әлсірететін бағытқа қарай ығысу керек, жаңағы Le Chatelier-Браун принципі бойынша. Ол қандай? Температураның артуы жүйе екі түрлі болады. Біреу онда жылуды шығарып жатса, онда келесі жағы ол жылуды сіңіріп жатады деген сөз. Тепе-теңдік қайтымды реакцияларда. Сонда температураның артуы бір жағында өзі жылу шығарып жатыр. Бұған ешқандай температура керек емес деген сөз. Өзі жылуды шығарып жатыр. Келесі жағы ол жылуды сіңіріп жатыр. Ол өзіне температураны қажет етіп тұр. Демек, температураның артуы осы жылу сіңірілетін жаққа өте тиімді деген сөз. Сонда біздің мына мысалымызда ол тепе-теңдігіміз
оңнан солға қарай ығысады. Егер температура артса, онда тепе-теңдігіміз оңнан солға қарай ығысады. Енді бұл деген сөз, ол тұрақты әрқашан оңнан солға ығысады температура артқанда деген сөз емес. Ол біз температураның арту деген кезде біз қараймыз, қай жақта минус Q бар, яғни қай жақ эндотермиялық реакция. Яғни сонда температураның әсерінде бізде өте маңызды ол реакцияның жылу эффектісі, эндотермиялық па, экзотермиялық па. Тағы бір мысал қарастырайық. Мысал NO плюс O2 тең NO2 дейік. 2. Бұл көріп отқандаймыз, бұл экзотермиялық реакция. Енді осы жүйеде бізде температура төмендеді десе, онда температура бізде реакция екі түрлі. Жылу шығарды және жылу сіңірді. Жылу сіңірді деген сөз өзі салқын деген сөз. Ал жылу шығарды өзінде ыстық бар деген сөз, жылу бар. Енді қарасақ, мына температураның төмендеуі ол жылудың шығарылып жатқан жағына тиімді деген сөз. Мысалы, әдетте өзімізбен салыстырсақ та, егер бізге қатты ыстық болып жатса, онда бізге салқынды қалаймыз. Мынау реакцияларда да солай. Ал егер біз қатты жаурап жатсақ, мысалы салқын болса, онда біз температураның көтерілгенін қалаймыз. Бұл реакцияларда сондай екен. Экзотермиялық реакциялар плюс Q бар. Олар температураның төмендегенін қалайды. Онда мына жағдайымызда мысалы тепе-теңдігіміз оңға қарай ығысады. Температураның тепе-теңдікке әсері деген кезде біз көңіл бөлу керекпіз. Реакция экзотермиялық әлде эндотермиялық. Жақсы, бұнымен сіздерге түсінікті деп ойлаймыз. Келесі фактор бізде қысым. Тағы да осы реакцияны алайық. N2 газ плюс 3H2, бұл да газ сутегіміз. Және аммиак. NH3, аммиагымыз да газ. Енді осы реакцияда қысым деген кезде біз жаңа білдік, температура десе ол бірден жылу эффектісіне қараймыз деп. Ал қысым деген кезде біз бірден қарау керекпіз заттардың агрегаттық күйіне. Мысалы, қысым ол тек қана әсер етеді, қысым тек газға әсер етеді. Өйткені біз қатты затты немесе сұйық заттардың қысу арқылы көлемін өзгерте алмаймыз. Ал енді сіз алыңызда бір қатты затты, мысалы телефоныңыз қысып көріңіз, оны кішірейте аласыз ба, жоқ. Мысалы 1 литр суды алып қысып көріңіз, оны кішірейте аласыз ба, жоқ. Яғни қысым тек қана газға әсер етеді. Онда біз мына жерден газдардың көлемдік қатынасы дегенге қараймыз. Мысалы, мынау жерде бізде азотымыз коэффициенті 1, онда бір көлем азот бар. Мына жерде 3 көлем сутек бар және реакциядан кейін 2 көлем аммиак түзіліп жатыр. Сонда бастапқы газдардың жалпы көлемі 4 көлем. Мысалы, литрмен сансақ 4 литр деп алсақ. Реакциядан кейін шығатын газдың көлемі ол 2 литр. Қысымның артуы көлемнің кішірейтін бағытына қарай тепе-теңдікті ығыстырады. Көлем кішірейтін бағытқа қарай тепе-теңдігіміз ығысады. Онда біз көріп отқандай 4 литр бастапқы көлем еді, 2 литр соңғы шыққан көлем. Онда біз егер қысымды арттырсақ, онда тепе-теңдігіміз оңнан солға қарай ығысады бұл жерде. Өйткені көлем осы бағытта кішірейіп жатыр. Сонымен біз қысымның әсерін қарастырған кезде газдардың көлеміне қараймыз. Көлем қалай өзгеріп жатыр? Яғни тек қана газдарға қараймыз. Мысалы, екінші бір мысал қарастырайық. SO плюс O2, SO2 деген. 2. Бұл жүйеде де барлығы газ. Енді осы жерде бізде қысым төмендеді деп қарайық. Онда міне бастапта мынау 2 көлем, оттегіміз 1 көлем. Мынау көлемдерді біз коэффициенті бойынша қарап жатырмыз. SO2-де 2 көлем. Сонда бастапқы жалпы көлеміміз 3-ке тең. Мынау 3-ке тең. Ал шыққан көлеміміз бізде 2-ке тең. Онда мынау бағыт бойынша бізде көлеміміз кішірейіп жатыр. Енді біз қысымды төмендетсе, онда ол қарама-қарсы болу керек, яғни көлем ұлғаятын жаққа қарай тепе-теңдігі ығысу керек. Онда қараймыз. Мына жерде көлем 2, сол жақта ол 3. Онда бізде қысымның төмендеуі көлемнің ұлғаятын жағына қарай тепе-теңдікті ығыстырады. Онда бізде
тепе теңдігіміз оңнан солға қарай ығысады. Қысымның әсерін қарастырған кезде біз екі факторға көңіл бөлу керекпіз. Ол бірінші заттардың, жаңағы химиялық реакциядағы заттардың агрегаттық күйіне қараймыз. Екінші біз осы жүйедегі газдардың көлем өзгерісіне қараймыз. Бұл өте маңызды екі фактор. Енді ең соңғысына келсек, ол концентрация. Өзіміз көріп отырғандай, концентрация артса, тепе теңдік оның кері жағына ығысады дейді. Бұны қалай түсінеміз? Мысалы, тағы да аммиактың реакциясын алайық. N2 плюс 3H2 2NH3 түзілді деп қарасақ, онда бізде мынау жерден сутектің концентрациясын арттырдық дейік. Сутектің концентрациясын. Сутегіміз теңдеудің қай жағында тұр? Сутек ол бастапқы реагенттер жағында, яғни сол жағында тұр. Сол жағында. Онда тепе теңдігіміз оның қарсы жағына қарай ығысу керек дейсіз. Концентрация артқан кезде тепе теңдік сол концентрациясы артқан заттың қарсы жағына қарай ығысады. Онда сутек сол жағында болса, онда тепе теңдігіміз енді оң жаққа қарай ығысады дейсіз. Оңға. Тағы бір мысал. Мысалы, аммиактың концентрациясын арттырдық. NH3-тің концентрациясын біз арттырдық. Онда бізде аммиагымыз теңдеудің оң жағында тұр. Онда оның концентрациясы артса, қарама-қарсы бағытқа тепе теңдігі ығысу керек. Онда оның қарама-қарсы бағыты сол жақ. Немесе келесі бол. Енді концентрацияның артуы бар, кемуі бар. Концентрацияның кемуі болған кезде тепе теңдік сол заттың өзіне қарай ығысады дейді. Мысалы, бізге азоттың концентрациясын төмендетті десе. Азот біздің теңдеуіміздің сол жағында тұр. Енді көріп отырғанымыздай, егер концентрация төмендесе, тепе теңдік соның өзіне қарай ығысады. Міне, стрелкалар оның өзіне қарап тұр. Бұдан түсінетініміз, егер азот сол жағында болса, тепе теңдік осы солға қарай ығысады. Онда оңнан солға ығысады деп айтамыз. Осымен 3 фактор туралы негізгі ережеміз аяқталады. Енді бұл жерде тағы ескеретінім бар. Әдетте температураның әсері 100% болады. Яғни біз тепе теңдіктегі жүйеге қандай да бір температураны өзгерсек, онда ол міндетті түрде жаңа тепе теңдіктің ығысуына алып келеді дейсіз. Дәл сондай концентрациямен қандай да бір заттың, тепе теңдіктегі заттың концентрациясын өзгерсек, онда 100% жаңа тепе теңдігіміз ығысады. Енді келесі бір жағдайды қарастырып көрейік. Мысалы, азоттың сутекпен реакциясы N2 плюс O2 NO2. Азотымыз газ, оттек газ, NO газ. Яғни барлығына қысымның әсері бар деген сөз. Енді осы жерден көріп отқанымыздай, азоттың көлемі 1 көлем, оттек 1 көлем. Яғни бұл екеуі жалпы 2 көлем беріп тұр. NO-мыз коэффициенті 2, яғни 2 көлем. Яғни көлемдеріміз бірдей. Бастапқы және соңғы көлеміміз бірдей. Демек, мына жүйеде біз қысымды арттырсақ та, қысымды төмендетсек те, онда тепе теңдігіміз ешқайда ығыспайды деген сөз. Яғни біз білеміз, қысымның артуы ол көлем кішірейтін бағытқа қарай тепе теңдікті ығыстырады, қысымның төмендеуі көлем артатын бағытқа қарай тепе теңдікті ығыстырады. Ал егер көлем бірдей болған жағдайда, екі жағындағы көлем бірдей болса, онда тепе теңдігіміз ешқайда ығыспайды. Сонда мына жерде қысымның тепе теңдікке әсері 100% емес деп отырғанымыз осы. Яғни қысым ол тек қана газдарға әсер етеді, бірінші фактор. Екінші қысым көлем өзгерісі болған жағдайда ғана әсер етеді. Екінші бір мысал қарастырайық. Мысалы, кальций карбонатының айырылу реакциясы, кальций SO3 қыздырған кезде кальций оксиді және көмірқышқыл газын бөледі. Бұл жерде көмірқышқыл газ ғана газ, қатты зат. Енді тепе теңдіктің ығысуына қысымның әсерін қарайық. Мысалы, қысым артты дедік. Онда міне кальций карбонаты ол қатты зат. Онда қатты заттарды біз әдетте санамаймыз. 0. Қатты сұйық заттар бізде 0. Кальций оксиді ол да қатты зат, оны біз 0 деп қарай береміз. Сонда бізде көмірқышқыл газының көлемі ол 1-ге тең. Өйткені коэффициенті 1. Естеріңізге тағы да салайық. Қысым ол тек қана газға әсер етеді. Сонда қатты заттарды немесе сұйық заттарды біз
әдетте көлемін констант табылады, тұрақты өзгермейді. Сондықтан оны нөл деп те қарастыруға болады. Сонда мына өлімдердің жалпы қосындысы бізде бір көлемді беріп тұр, а реагентіміз ол нөл. Сонда қысым артса ол көлем кішірейтін бағытқа қарай, яғни бірден нөлге қарай кішіреді. Онда тепе теңдігіміз оңнан солға қарай ығысады екен. Сонымен жалпы үш ереже қорытындылап келсек, біз температура деген кезде біз тек қана жаңағы жылу эффектісіне қараймыз. Ол плюс кума, минус кума. Сосын айтпақшы, кейбір реакцияларда бізге жылудың орнына жаңа нені беріп қою мүмкін? Энтальпияны. Энтальпия минус куға тең болады. Бұны естен шығармау керек біз. Яғни экзотермиялық реакциялардың энтальпиясы теріс сан болады, эндотермиялық реакциялардың энтальпиясы оң сан болады. Екінші, біз қысым факторына келген кезде, біз тек қана заттардың агрегаттық күйіне қараймыз. Екіншіден, біз көлем өзгерісіне қараймыз. Көлем өзгерісі бар ма жоқ па? Концентрация болған кезде, концентрация артты ма, кеміді ма? Егер концентрация артса, ол қай заттікі артты және ол теңдеудің қай жағында тұр дегенге қараймыз. Егер біздің концентрациясы артқан затымыз теңдеудің оң жағында болса, онда тепе теңдігіміз оңнан солға қарай ығысады. Яғни оның қарама-қарсы жағына қарай ығысу керек. Ал егер концентрациямыз кемсе, төмендесе, онда тепе теңдік соның өзіне қарай ығысады. Өзіне қарай. Яғни бізде жаңа концентрациясы кеміген зат ол оң жағында болса теңдеудің, онда тепе теңдік сол оңға қарай ығысады деген сөз. Жақсы, бұл үш фактордың әсері. Енді келесі біз бір қанша жаттығулар қарастырып көрейік. Бірінші тапсырмада химиялық тепе теңдікке қысым әсер етпейтін реакциялар дейді. Қысым қандай жағдайда әсер етпейді? Жаңа ғана айтқанымыздай, қысым ол егер көлемнің бастапқы заттардың реагенттер мен өнімдердің көлемі тең болса, онда қысым әсер етпейтін еді. Қысым ешқандай әсер болмайды. Яғни біз соны қарау керекпіз. Бірінші теңдеуге келсек, газ. Яғни қысым кезінде біз бірден заттың агрегаттық күйіне қараймыз. Онда мына үш затымызда газ көлемдеріміз не? Бір көлем. Онда жалпы көлеміміз 2-ның 1-ге болып тұр. Яғни бұл жерде қысым әсер етеді. Келесі екіншіде қатты, газ, қатты. Онда көлемнің өзгерісі оң жағымызда бір көлем, сол жағында 0. Бұған да әсер етеді. Келесі бізде газ, қатты, яғни қаттыны біз алмаймыз. Газ. Бұл жерде көлеміміз 1-дің 2-ге. Көлем өзгерісі бар, онда қысым әсер етеді. Келесі реакцияны қарасақ, міне бір көлем газ, 2 көлем газ. Яғни көлемдік қатынасымыз 2-ның 2-ге. Яғни біздің дұрыс жауабымыздың біреуі осы деген сөз. Қысым әсер етпейді, өйткені көлемдеріміз бірдей. Солай қарасақ келесі 2, 1, 2 бәрі газ, онда 3-те 2 көлемнің өзгерісі әсер етеді. Мына жерде газ, 2-де 2, яғни мынау 1 қоссақ 2. Келесі дұрыс жауабымыз осы, қысым әсер етпейді. Өйткені көлемдер бірдей. Бір көлем, қосындысы 2 көлем, мында 2 көлем. Келесі бізде газ, суымыз. Бұл енді кездесіп тұр. Газ. Енді коэффициенттеріміз не? 1-ге 1-ді қоссақ 2, 1-ге 1-ді қоссақ 2, яғни 2-де 2 газдардың көлемдік қатынастары. Онда бұл да бізде тепе теңдік қысым әсер етпейтін реакцияға жатады. Соңғысы бізде 1 көлем, 2 көлем, 1 мында да. Сонда 1, яғни 2-де 1. Бұған да қысым әсер етеді. Сонда қысым әсер етпейтін 3 жағдай бар екен. Дұрыс жауабымыз D, F, G. Екінші тапсырмада. Мына қайтымды реакция берілген. Актасының шығымын арттыру үшін тиімді шарт жағдайлар. Онда актасының шығымы деген сөз бізге тепе теңдікті оңға қарай ығыстыру керек деген сөз. Солдан оңға қарай. Онда біз бірінші мынау факторларға қараймыз. Мынау бізде плюскі, яғни экзотермиялық реакция. Онда экзотермиялық реакция үшін бізде температураның төмендегені керек. Өйткені бізде экзотермиялық реакция өз жылу шығарып жатыр, оған жылуын төмендету керек. Онда температураны төмендеу керек. Осыған қарай ығысу үшін. Ал екінші қысымға келсек, қатты, яғни мына жақтағы көлеміміз 0 деген сөз. Мына жерде 1, сонда жалпы сол жақтағы көлеміміз 1.
яғни көлем оңға қарай бізде кішірейіп жатыр. Көлем кішірею үшін бізге қысым арту керек. Екі фактор бізде дайын. Қысымның артуы керек және температураны төмендеу керек. Ал екінші ең соңғы концентрацияны, оны біз заттарға қарап айтамыз. Онда қарайық. Температураны арттыру бізге керек емес. Бізге температура төмендеу керек. Кальций карбонат концентрациясын арттыру. Біз білеміз, егер қандай да бір заттың концентрациясын арттырсақ, тепе-теңдік оның кері жағына ығысады. Кальций карбонаты бізде оң жағында тұр, онда тепе-теңдігіміз солға қарай ығысады. Бұл дұрыс емес. Қысымды арттыру. Қысымды арттыру бізде дұрыс фактор. Кальций оксиді концентрациясын арттыру. Көріп отқандаймыз, кальций оксидіміз міне сол жағында тұр. Оның концентрациясын арттырсақ, тепе-теңдігіміз солдан оңға қарай. Оның қарама-қарсы жағына. Яғни бұл дұрыс вариант. Көмірсу газы концентрациясын кеміту. Енді біз білеміз, концентрация кемісе, тепе-теңдік соның өзіне қарай ығысады. Онда бұл көміршыл газымыз теңдеудің сол жағында тұр. Онда тепе-теңдігіміз солға қарай ығысады, соның өзіне қарай ығысады. Бізге керегі оңға қарай ығыстыру керекпіз. Онда бұл да дұрыс вариант емес. Температураны төмендету. Бізге міне басында талқылағанбыз, температураны төмендеу біздің реакциямыз үшін тиімді. Қысымды төмендету, яғни қысыммен айтып болдық. Кальций оксиді концентрациясын төмендету. Яғни кальций оксидінің концентрациясын төмендетсек, соның өзіне қарай тепе-теңдігі ығысады. Ол да дұрыс емес. Сонда дұрыс жауабымыз С, Д, Ф екен. Келесі тапсырма. Келесі реакцияда тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдайлар. Тағы да оңға қарай ығыстыру керекпіз. Онда бірден кеу бойынша температураны біліп алайық. Бұл жерде экзотермиялық болып тұр. Онда тағы да бізде өз жылу шығаратын реакцияның температурасын төмендету керек. Тепе-теңдік соңғы қарай ығыстыру үшін. Екінші көлем бойынша газ. Мына жерде 2, 1, яғни 3 көлем. Бастапқы заттарымыз 3 көлем. Шыққан затымыз 2 көлем. Онда 3-те 2. Көлеміміз кемсе, онда қысымымыз ол көлемге қарама-қарсы арту керек. Екі фактор бізде дайын. Температураны төмендету, қысымды арттыру. Бірден сол жауаптарды белгілей болайық. Температураны төмендету бар. Қысым бізде қайда? Қысым төмендету. Жақсы, қалғандарын қарайық. Температураны арттыру дұрыс емес екенін білеміз. Оттектің концентрациясын арттыру. Біз қандай да бір заттың концентрациясын арттырсақ, тепе-теңдік соның кері жағына ығысады дедік. Оттек міне сол жағында тұр. Онда оның концентрациясы артса, бізде оңға қарай ығыстырады. Бұл дұрыс вариант. Бізге оңға қарай ығысу керек. Келесі бізде реактордың көлемін кішірейту дейді. Яғни біз көлем қандай жағдайда кішірейтеміз, өйткені қысым артқан жағдайда. Демек, бұны басқаша айтып отыр бізге. Реактордың көлемін кішірейту, ол бізге қысымды арттырамыз деген сөз. Бұл дұрыс. Келесі оттектің концентрациясын арттыру. Мына жауап бізде қайталанып тұр. Мүмкін бұл жерде кеміту болу керек. Бір жауап 2 рет қайталанып кеткен. Күкіртті газдың концентрациясын кеміту. Күкіртті концентрация деген кезде біз ол оң жағында тұр ма, сол жағында тұр ма, соған қараймыз. Екінші ол артты ма, кеміді ма қараймыз. Бізге кему. Онда концентрацияның кемуі тепе-теңдікті соның өзіне қарай ығыстырады. Бізде ол сол жағында тұр. Онда бізде тепе-теңдік оңнан солға қарай, осының өзіне қарай. Бізге керек оңға ығысу керек. Бұл дұрыс емес. Температураны айттық. Қысымды төмендету. Бізге реакцияда керек қысымның артқаны, оңға жылжу үшін. Бұл да дұрыс емес. Ең соңы күкірт ангидритінің концентрациясын арттыру. Күкірт ангидритіміз ол SO3. SO3 бізде концентрация артқан кезде ол теңдеудің оң жағында тұр. Біз білеміз, концентрация артса, тепе-теңдік соның қарама-қарсы жағына ығысады. Онда оңнан солға қарай. Бізге керек солдан оңға қарай. Сонда дұрыс жауабымыз Б, С, Ф. Келесі мысалымыз. Сутектің концентрациясын арттырғанда тепе-теңдік солға ығысатын реакциялар. Солға. Әрі бізге нақты бір затты айтып отыр. Сутектің деп. Онда сутектің концентрациясы артты деп отыр. Бұл жерде нақты айтып отыр. Біз қандай зат екен? Аның концентрациясы артты деп отыр. Әрі тепе-теңдігіміз солға қарай ығысу керек. Демек, сутек бізде реакцияның оң жағында болу керек денсіз. Солға ығысу үшін сутек өзі оң жағында болу керек денсіз. Өйткені біз білеміз, концентрация артса, тепе-теңдік оның қарама-қарсы бағытына ығысады.
бізге тепе-теңдікті солға ығыстыру үшін онда сутек өзі оң жағында тұру керек. Онда бұл жерде оңай, мұнда сутек жоқ, оң жағында емес. Мұнда да оң жағында емес. Оң жағында емес. Не? Оң жағында көріп тұрмыз. Дұрыс. Келесі сутек жоқ, не оң жағында тұр. Дұрыс. Мына жерде сутек жоқ, міне сутек оң жағында тұр. Яғни бұл жерде бізге оңай. Сутекті айтты, оның концентрациясын арттыру керек деді. Солға қарай арттырғанда тепе-теңдікті солға қарай ығыстыру керек. Онда біз сутекті оң жағынан іздей аламыз. Енді ең соңғы тапсырма біздің алдыңғы сабақта қарастырған тепе-теңдік константасын есептеуге қатысты екен. Берілгені: егер сутек пен йод әрекеттесіп йод сутек түзілген реакциясындағы сутек пен йодтың бастапқы концентрациялары сәйкесінше 0,5 және 1,5 дейді. Бірде мына жерге теңдеуді жазып қояйын. Теңдеуіміз H2 плюс йод 2 2H йод. Теңдеу. Бізде концентрациямыз үш түрлі: бастапқы концентрация, өзгерген концентрация және тепе-теңдік концентрация. Мына берілген бастапқы концентрация сәйкесінше 0,5 және 1,5 дейді. Бұл бірінші сутек, онда сутегіміз 0,5 деген сөз. Сутек 0,5. Йодымыз 1,5. Енді біз білеміз, егер йод сутек ешқандай айтылмаса, ол бастапқы 0 болады. Ал йод сутектің тепе-теңдік концентрациясы 0,8 мол/литр дейді. Мына жер бірге болу керек еді. Йод сутек 0,8. Бұл йод сутегіміз 0,8 болса, сутек пен йодтың тепе-теңдіктегі концентрациялары мен тепе-теңдік константасын есепте дейді. Яғни мына екі жерде қанша болады және тепе-теңдік константасын анықтау керек. Енді біз өткен сабағымызда айтқанымыздай, бұл жерде бізге міне бастапқысы йодтікі бар, йод сутектікі және соңғысы бар. Енді бізде мынау ортан аралықты табу үшін біз қандай да біреуін білсек жеткілікті болатын. Ол бізге бұл жерде білуге болады йод сутектің өзгерген, яғни түзілген концентрациясын. Өйткені біз білетінбіз, тепе-теңдік концентрациясы өнімдер үшін, ол бастапқы концентрацияға с0-ге қосамыз өзгергенді деген дельтасына. Енді осы жерден дельтасын тапсақ, дельтасымыз жаңағы тепе-теңдік концентрациясынан бастапқыны азайтамыз. Ол 0,8-ден азайтамыз 0-ді. Ол 0,8-ге тең. Онда йод сутегіміз 0,8 екен. Енді йод сутек 0,8 болса, мыналарды анықтауға болады. Өйткені коэффициенттерін білеміз біз. Мына жерде 2, 1, 1. Онда мыналардың жұмсалған мөлшері жартысындай болады. Өйткені 2-де 1 болып тұр. 0,4, 0,4. Енді біз реагенттер үшін тепе-теңдік константасы дегеніміз, реагенттер үшін тепе-теңдік константамыз. Ол бастапқысынан азайтамыз, с0-ден азайтамыз, өзгерген концентрациясын еді реагенттерде. Онда бастапқысы 0,5 болды, оның 0,4 жұмсалды, онда қалғаны 0,1. Бастапқысы 1,5 болған, 0,4 жұмсалды, онда қалғаны бізде 1,1. Жақсы, біз тепе-теңдік концентрацияларын таптық. Йод сутек пен йод сутектің деген сутегіміздің тепе-теңдік концентрациясы 0,1 екен. Йодымызға 1,1. 1,1 моляр. Енді ең соңғы қалған бізге тепе-теңдік концентрациясы. Онда тепе-теңдік константасы. КТТ-мыз бізде өнімдердің реагентке еді. Яғни йод сутектің бізге концентрациясының квадраты реагенттердің концентрацияларына H2 мен йод 2-нің концентрацияларының қатынасына тең. Енді йод сутектің концентрациясы 0,8. 0,8-дің квадратынан біз 0,8 көбейтілген 0,8 деп жазуымызға болады. Сутегіміз бізде 0,1. Йод сутегіміз 1,1. Мынау қысқарып кетеді. 8-де 1. Енді 8-ге 0,8-ді көбейтсек, ол 6-да 4. 6-да 4-ті 1,1-ге бөлсек, жоқтап 5-те 8 шығады екен. Онда бізде К тепе-теңдігіміз 5-те 8-ге тең екен. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біз бүгінгі сабағымызда тепе-теңдікке әсер ететін факторларды қарадық. Яғни температурамыз бізде ол
100% әсер ететін факторға жатады екен. Температураның арту кемуі, концентрацияның артуы немесе кемуі, ол да 100% әсер етеді. Қысымды қараған кезде бізде қысымымыз ол көлемнің өзгеруіне байланысты екен. Егер көлем өзгермесе, көлем бастапқы және соңғы көлемдер тең болса, онда қысым әсер етпейді. Егер көлем өзгерісі бар болса, онда қысым артқан жағдайда біз көлеміміз кішірейтін жаққа ығысады, қысым төмендесе көлем артатын жаққа тепе-теңдігі ығысады екен. Концентрация кезінде біз ол қай заттың концентрациясы өзгеріп жатыр дегенге қарау керекпіз. Концентрация оң жағында тұрма, сол жағында тұрма, артты ма, кеміді ма, соған қарау керекпіз. Ал температура болған кезде біз жылу эффектісіне қараймыз. Q-ларға плюс Q немесе минус Q. Температура артса ол минус Q-ға қарай ығысады, температура кемсе плюс Q-ға қарай ығысады. Жақсы, енді келесі төменде сіздерге өздеріңіз шығаруға арналған тапсырмалар берілген. Тест тапсырмалары жалпы 6-7 тапсырма болу керек. Мынау жерде міне екеуі, бірінші, екінші тапсырма. Келесі бізде үшінші, төртінші тапсырма. Мынау жерлерде қарасаңыз дельта H-пен берілген. Бұған да қарау керек. Дельта H-ымыз кіші нөлден деп тұр. Яғни ол минус деген сөз. Онда біздің білетін едік дельта H тең минус Q-ға. Онда Q-ымыз мына реакцияда үлкен нөлден болады. Демек, үлкен нөлден деген сөз ол плюс Q. Осылай біз дельта H-пен берілсе де, оны біз Q-ға айналдыруымызға болады. Бұған көңіл бөлу керек. Келесі тапсырмаларды да көріп отқандарыңыздай дельта H-пен берілген. Бұларды енді бөлдік деп ойлаймыз. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Мынау тапсырмалардың жауаптарын түсінбей жатсаңыздар, осы видеоның астында комментарийға жазсаңыздар болады, немесе шығарсаңыздар жауаптарын сол жерге жазып қоюға болады. Сол видеоның астында сіздермен кері байланыс жасай аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Келесі сабақтарымызда кездескенше аман сау болыңыздар.